Лейтмотив түсінікті болу үшін шығармадан үзінді оқимын. Кенет бәрін ұқты. Мынау кемиек, талпақ танау, тайқы маңдай, көрден қайта шыққан жантай ғой. Өзінің аталас туысы сасық ши бөрі, ал анау сарала жолбарыс кәдімгі көп жыртқыштың бірі емес, кісі етін ғана жейтін жалмауызы. Жалмауыз жүрген жер жемтіксіз болмайды. Ши бөрінің де тамағы тоқ. Қазір екеуі қараусыз, панасыз жалғыз жаяуды алып жейді. Денесі дір етті. Өзінің кім екені есіне түскен. Жан адамға кеудесін бастырмаған шақан. Жыртқыш атаулыға жасындай тиген шері. Ер туған, ерлікпен күн кешкен жолбарыс жүрек батыр. Хуха, хауңх, Жолбарыстың жүрек тітірентер айбатты арылы жалт тынды. Жыртқыш кейіпті, жыртқыш дауысты тарғыл тұтқын өңі қызара көгеріп, зілдене безірейген зор денелі сарала төреге бір қуара қалтырап есі шыққан тілмәшқа бір қарады да, кенет қарқылдай күліп қоя берді. Ха, хе. Әлде төреге, әлде тілмашқа саусағын шошайтады да күледі. Әуелгі өкіре ышқынған жабайы ырылдан өзгеше табиғи болғанымен кекесінге толы ғаламат күлкі. Адамның түйбе шашын тік тұрғызар үрейлі күлкі. Бәрі күлкіден басталған. Әйелдің ерке назды күлкісі, баланың қамсыз шат күлкісі. Осы бірі жүрек қытықтар, бірі көңіл марқайтар. Қиятасты жарып аққан бұлақ сыңғырлы қос күлкіні, тұманды шатқалдан лықи төгілген сел жаңғырықты, дүлей арыл өшірген, бар қызығын, өткенін, болашағын мұзарт құздан құлаған ақ түтек көшкін көмген. Хуха, хауңх. Бәрі де жолбарыстың жүрек шайқар алапат арылынан басталған.